Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода өте жұмсақ пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі шарлоткаға өте қатты ұқсайды, бірақ тек 2 ғана жұмыртқаның көмегімен жасалады. Жасалу жолы да өте оңай, 2-3 қана зат кетеді, және ол заттар барлығыңыздың үйіңізден табылады. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 200 грамм қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Егер де тәттіні жақсы көрмесеңіздер, 150 грамм сала берсеңіздер болады. Көпіргенше миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін жұмсақ сары майымызды қосамыз. Немесе ерітілген сары май да қосса болады. Және де осыған сүт қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Менде ол салқын сүт. Одан кейін ұнымыз бен разрыхителімізді електен өткізу арқылы қосамыз, және де бір консистенцияға келгенше миксерлейміз. Қамырымыз қаймақ секілді болғанша жақсылап миксерлейміз. Одан кейін осыған алмамызды турап қосамыз. Бұл пирогқа алма қоспасаңыздар да болады, бұлайда пісіре берсеңіздер болады. Бірақ алмамен өте дәмді болып шығады. Қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін табамызды майлаймыз, немесе пергамент қағазына осы массамызды құямыз. Және де 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексерсе болады. Ары қарай пирогымызды әсемдейміз, ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен вилканы қойып және қант ұнтағымен септім. Ал енді пирогымыздың дәмін көрсек болады. Өте жақсы көтерілген, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және дәмі де өте ерекше, ешқашан қайталанбас дәм. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, онда менің арнама міндетті түрде тіркеліңіздер. Тіркелгеннен кейін қоңырауша шығады, яғни колокольчик, соны басып, все дегенді таңдап қойыңыздар. Сол кезде жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Және де плейлист бөліміне өтсеңіздер, өте көп нәрселердің рецепттері бар. Шайға арналған тәттілер және де тағы да басқалары.